Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Қазір сіздерге анамның жаққан ошағы деген тамаша әнді үйрететін болам. Мән беріп тыңдаңыздар. Асықпай нақты үйрететін болам. Үйреніп кетесіздер деп ойлаймын. Ал бастайық. Әдеттегідей сандар арқылы үйретем. Яғни мына пернелерді санаймыз. Ең бірінші бірле тартып жіберейін. Бірінші жолын ғана үйретем, өйткені аз-аздан үйретем, сол кезде түсінікті болады. Өмірдің жолын өткерген деп басталады. Өмірдің жолын өткерген, әрі қарай қысы мен жазын көп көрген деп екінші жол кетеді. Қазір үйренетініміз бірінші жол. Ал міне бастайық. Бірінші, бесінші пернені тауып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Сөйтіп оны мына бас бармақпен ұстаймыз үстінен. Міне бас мына сызықтың алдынан бөліп атады ғой сызық. Сол сызықтың алдынан мына қылдың үстінен басамыз. Міне бүгіледі бас бармақ. Бұлай шығып кетпеу керек дүңгейіп, бұлай тұру керек. Астынан 7-ші пернені басамыз. Кішкентай саусақпен көрініп тұр ғой, міне 7-ші перне. Осы екеуін басамыз, үстінен 5-ші перне, астынан 7-ші перне. Ал кеттік, тартайық. Төмен қағыс, міне кәдімгідей қағыс, сұқ саусақпен, міне былай. Бірле тартамыз тек. Сосын әрі қарай екінші саусақпен астынан да 5-ші пернені басамыз. Жоғары. Сонда қосамыз. Міне үйрендік. Міне қосып тартамыз. Там, төмен, сосын жоғары. Әрі қарай үстінен 5-ші перне, астынан 3-ші перне. Қағыз, төменге, жоғарыға. Мына сызықтың алдынан басыңыздар, сол кезде дыбыс анық шығады. Қаттырақ басыңыздар. Сосын 2-ші пернені басамыз. 1, 2. Төмен, жоғары. Сосын ашық. Ашық деген яғни ешқандай пернені баспаймыз. Міне осы бірінші жол. Тағы қосайық барлығын. Бірінші қағыстан кейін сәл тоқтаймыз. Там. Сонында қағыс төмен. Сонда өмірдің жолын өткерген деген жаңағы сөздерге сәйкес келіп тұр музыкасы. Ал енді буынға бөліп қосып көрейік. Бірінші деп айтамыз, созып. Сосын мірдің. Әр қағысқа бір буыннан. Өмірдің. Сосын сосын 5-5 мірдің. Сосын 5-3 жолын өткер ашықкен. Түсінікті ғой, сонда былай болды. Өмірдің жолын өткерген. Міне бірінші жолды біз үйрендік. Сөзмен айтыңыздар, сөзмен айтсаңыздар тез жатталады. Келесі сабақта 2-ші жол шығаратын болам. Кім үйреніп алды, комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік. Үйренбесеңіздер де кім сабақты қарады, комментарийге өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Домбыра үйрену туралы. Кім үйренгісі келіп жүр, арнайы курстары бар, қатысам десеңіздер, жеке үйретем WhatsApp арқылы. Онлайнда үйренуге болады. Көбісі ойлайды қиын шығар деп. Бірақ оңай тәсілді біз таптық, сондықтан үйренуге болады деп айта аламын. Сандарын қағазға жазып алыңыздар. Басқа да әндердің сандары, схемасы
бізде бар жазылғаны. Өздеріңізге оңай болу үшін сандарын жазып алыңыздар. Қағаздан қарап тартсаңыздар оңай болады тарту. Тағы да бір рет тартып жіберейін, сонымен сабақты аяқтайық. Өмірдің жолын өткерген. Қиын емес, тек қана сандарды санап отырасыздар. Бірінші перне, екінші перне, тек мына қиын жері үсті мен астын шатастырып алмаңыздар. Сосын мына саусақты жақсылап басу керек. Қиын жері сол, қалған жерлері оңай. Міне үсті асты, бесінші перне үсті асты, жетінші перне үсті асты, солай кете береді. Сөздерінде мына әр санға жазып алыңыздар. Мысалы 5 пен 7-ге ө деп айтасыздар. Сосын 5 пен 5-ге мір-дін. Сосын 5 пен 3 жолын. Сосын екінші перне өткер. Сосын ген ашық. Кім үйреніп алды? Комментарийге жазыңыздар, Екінші жолын алдағы уақытта шығаратын боламын. Ал баршаңызға сәттілік.